Құрметті оқырман, ұлттық кітап күніне орай 23 сәуір 18:00-де Талдықорған қаласы Сити ойын-сауық орталығында Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасының ұйымдастыруымен кітап жәрмеңкесі өтеді. Кітап ұлттың ұлы байлығы атты бұл жәрмеңке оқырман мен авторды, кітап пен қоғамды тоғыстыратын үлкен мәдени іс-шара. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, бұл күні Жақұт Мекен Жетісу, ой-рух, ақыл, ұлы дала ойшылдары, жаңа сана, жаңа мүмкіндік атты кітап көрмелері назарларыңызға ұсынылады. Сонымен қатар жәрмеңке аясында Зият, Қасым, Марфу Пресс, Принт Плюс баспалары мен жеке кәсіпкерлер және кітап авторлары өз өнімдерін сатылымға ұсынады. Кітап көрмелеріне 2000-нан аса кітап қойылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ шара аясында Жайдары жаз кітабының тұсаукесер рәсімі, кітапханаға кітап сыйла акциясы, поэзиялық батыл әдеби шеруі, қолтаңба тайм шараларымен қатар буккроссинг сөрелері қойылады. Сонымен бірге келушілердің көңіл күйін көтеретін әсем ән мен сазды күйлер орындалатын болады. Бұған қоса сіздерді интеллектуалдық ойындар, робототехника мен қолөнер көрмелері, шахмат, тоғызқұмалақ секілді зияткерлік сайыстар күтеді. Бұл кітапты насихаттайтын, рухани құндылықты дәріптейтін, оқырман мен авторды жақындастыратын ерекше мереке. Келіңіздер, баршаңызды күтеміз.